Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін каналымызда осындай чак-чактың рецебімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін тамашалап, және де ұнаған болса өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен ұнымызға 3 жұмыртқаны құямыз. Және жарты шай қасық ас содасын уксуспен осылай кішкене сөндіріп алатын боламыз. Осылай сөндіріп алғандарыңыз дұрыс, сонда ас содасының дәмі шықпайтын болады. Мінекей ас содасын саламыз. Жарты шай қасық тұз салатын боламыз. Жақсылап араластырып отырып, тығыз қамыр илейтін боламыз. Мен бастапқысында осылай қасықпен илеп бастадым. Кейін қолыммен жақсылап қысып отырып, тығыз қамыр жасаймыз. Осы жерде сіздер чак-чакты көп жасау керек болатын болса, мен берген ингредиенттерді 2-ге көбейтіп жасасаңыздар болады. Ингредиенттерді видеоның астында описаниеда қалдыратын боламын. Мінекей осындай тығыз қамыр шықты. Енді бұны салафанымызға салып 15-20 минутқа тындырып қоямыз. 15-20 минуттан кейін осылай 2-ге бөліп алдым мен, кішірек 2 бөліктен жасаған үшін. Өстіп тағы да бір рет тындырып 10-15 минутқа тағы да қойып қоятын боламыз. 15 минутымыз өтті. Енді қамырымызды бір-бірден жаятын боламыз оқтаудың көмегімен. Қамырымызды оқтаудың көмегімен жұқалап алатын боламыз. Бірінші қамырды жайып, пышағымның көмегімен турап дайындап қойдым. Екінші қамырды жайылуын көрсетіп жатырмын. Мінекей қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа болу керек. Осы қамырымызды пышақтың көмегімен жіңішке жолақтарға бөлетін боламыз, кесіп шығамыз. Және кесетін уақытта бетіне кішкене ұн сеуіп алыңыздар, бір-біріне жабыспас үшін. Өте қатты үлкен емес, орташа жіңішкелікте жасаңыздар. Мінекей кесілген қамырларымызды бірінің үстіне бірін қойып, толықтай жіңішке етіп кесіп алатын боламыз. Осы кесілген қамырларымызды ұнын сілкіп кішкене қағып жіберіңіздер. Сұйық майымыз қап-қара болып кетпес үшін. Ыдысымызға сұйық майды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Қамырымызды бір уыстан салып отырып, аз-аздан сарғайғанша пісіріп алатын боламыз. Толықтай пісіріп, барлық қамырларымызды пісіріп шығамыз. Қатты қызартудың қажеті жоқ, кішкене сарғайса болғаны. Енді осы чак-чакты араластыратын балын жасайтын боламыз. Ыдысымызға қант саламыз және оның үстіне су құятын боламыз. Отымыздың астын жай отқа қоятын боламыз және араластырып отырып, қантымызды ерітіп аламыз. 5-10 минуттай қайнатып аламыз. Осының үстіне бал қосуды видеосы түспей қалған екен, бал қосып барып араластырып 5 минут қайнатып аласыздар. Енді осы чак-чагымыздың үстіне қайнатып ыстықтай болып тұрған балымызды қосып, толықтай араластырамыз. Чак-чагымыздың барлығына тиетіндей болу керек. Мінекей толықтай араластырдым. Енді осы чак-чагымызды өзіңіз қалаған формада ыдыстың көлемінде қатырып алсаңыздар болады. Мен орташа ыдыстарға салып, осылай қатырып формасын келтіріп алдым. Чак-чагымыз дайын. Егерде сіздерге көп көлемде чак-чак жасау керек болатын болса, мен берген ингредиенттерді 2-ге көбейтіп жасасаңыздар болады. Сіздермен болған мен Жұлдыз. Сау болыңыздар.